Армысыздар, құрметті әділ қазылар алқасы. Менің есімім Отарғазбек Мейрамбек. Менің Исмаилов Нұрбек. Бүгін біздің бизнес жоспарымыздың тақырыбы ауыл аймақтарына арналған көшпелі автосервис, немесе көшпелі СТО. Осы бизнес жобаның қылықты ұсынысы ол трассада немесе ауылды аймақтарда ауа райына байланысты немесе қозғалтқыш істен шықса, шиномонтажға керек болса, бізге звондап, біз кәсіби көмекті көрсетеміз. Оның артықшылығы ол автокөлік трассада жиі істен шығады. Сондықтан да біз кәсіби көмек көрсетіп, осы ДТП-ні азайтамыз. нарықтық талдау. Кіші жақтар мобильдік, станционарлық СТО-ға қарағанда шығынның аздығы. Әлсіз жақтары ауа райына байланысты автокөліктің шектеулі көлемі, мүмкіндіктері, мемлекеттік субстанция немесе гранттар, ауыл шаруашылығының техникалық сервисі қызмет көрсету келісімшарттары, қауіптері, жанармай бағасының өсуі, қосалқы бөлшектерінің тапшылығы. Артықшылықтарына келетін болса, уақытты үнемдеу, ашық баға саясаты, кепілдік беру. Ең негізді біздің серіктестіктер, олар первый записной, алтын авто, ОЛЦ және автодом болып табылады. Негізгі қызмет түрлері мобильдік, жылдамдылық, май сүзгілерінің ауыстыруы, компьютерлік диагностика, басқа да қалған түрлері бар. Біздің негізгі ресурстарымыз ол автокөлік, құрал-саймандар, документ пен ақша, қосалқы бөлшектер, диагностикалық құралдар, майлар мен сұйықтықтар және өндірістік құрал-жабдықтар болып табылады. Біздің тұтынушы сегменттер үшке бөлінеді: ауыл тұрғындары, шаруа қожалықтары және такси жүк көліктерінің иелері. Ауыл тұрғындарына келетін болса, ауыл тұрғындарының өзінің жеке автокөліктерінің көмектесуі, шаруашылық қожалықтарға шаруашылық тиесілі көліктер мен тракторлар тағы басқаларға көмек беру, такси жүк көліктерінің иелері такси парктерінің көліктерінің немесе және олардың жеке иелерінің машиналарына жеке көмек беру. Шығындар құрылымы жалпы бағасы 7,5 миллион теңге болып табылады. Табыс ағымдары: автокөлікті жөндеу, шәкірт ақысы, қосалқы бөлшектер, шиномонтажка, аккумулятор қызметі, ауыл шаруашылығының техникалық жөндеуі. Өткізу арналарының түрлері ол тікелей жеке тапсырыс, алдын ала келісім және ұйымдар арқылы қызмет көрсету. Клиенттермен қарым-қатынас, байланыс, телефон немесе WhatsApp арқылы. Жарнама: ауыл дүкендерге хабарландыру беру, жергілікті топтарға жарнама салу. Лоялдық: тұрақты клиенттермен зейнеткерлерді жеңілдетіру. Қызмет көрсету алгоритмі: өтінім қабылдау, WhatsApp немесе қоңырау арқылы. Қосалқы бөлшектер жинақтау: егер нақты бұзылу белгісі болса, қаладан бөлшектер алып шығу. Жету: логистиканы оңтайландыру. Жөндеу және кепілдік: жұмыс орнында акт толтыру және электронды чек беру. Экономикалық көрсеткіштеріне тоқталсақ, бастапқы инвестиция ол 7,5 миллион теңге болып табылады. Оны болжамдық табыс ол 480 мың теңге. Және өтелу мерзімі жобаның өзі ақтау уақыты 12-18 ай. Ол жұмыс уақытына байланысты. Біздің бизнес каналының құрылымы: көшпелі автосервис бұл тек жөндеу қызметі емес, ол ауыл тұрғындарының өмірін жеңілдететін, олардың уақытын, ақшасын және жүйкесін сақтайтын маңызды сервис болып табылады. Ол қолжетімділік, жеңілдікті, сенімділік, әлеуметтік қамқорлық тіректері. Заманауи ауылда мұндай қызмет тек бизнес емес, өзекті қажеттіліктер болып табылады.